Сәлеметсіңдер балалар, дүниетану сабағына сендер қош келдіңдер. Енді мына суретке назар аударып, нені көріп тұрғанымызды айтып көрейікші. Оларды бір сөзбен қалай атауға болады? Я балалар, дұрыс айтамыз, көлік деп атауға болады. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай көлік түрлері бар деп аталады. Бүгінгі сабақта біз көліктің түрлерімен танысамыз, оның адамдарға қандай көмегі барын білеміз. Ал көлік деген не? Көлік адамдар мен жүкті бір жерден екінші жерге тасымалдайды. Былайша айтқанда, тас жолмен, әуе жолымен, су жолымен жүретін құрал түрлерінің барлығы көлік болып саналады. Ал ендеше балалар, көліктің түрлеріне тоқталатын болсақ, олардың негізгі 5 санаты бар. Жер үсті көлігі, су көлігі, әуе көлігі, жер асты көлігі, су асты көлігі болып бөлінеді олар. Жер үсті көлігіне тоқталатын болсақ, оларға пойыз, автобус, жеңіл көлік, жүк көлігі, мотоцикл, велосипед, трамвай, троллейбусты жатқызуға болады. Ал әуе көлігіне ұшақ, тікұшақ, зымыран, әуе шары жатады. Су көлігіне кеме, қайық жатады. Ал жер асты көлігіне метро жатса, су асты көлігіне сүңгір қайық жатады балалар. Ал енді мына суреттегі көлік түрлеріне назар аударайық. Бұл ауылдағы көлік түрлері. Ауылдағы көлік түрлеріне көбінесе ат арба, ат шана, тракторды жатқызуға болады. Олармен жүкті бір жерден екінші жерге жеткізеді. Ыңғайлы болғандықтан осы көлік түрлерін қолданады. Ал қаладағы көліктерге автобус, трамвай, троллейбус, жеңіл көлік, жүк көлікті жатқызамыз. Олардан бөлек арнайы көліктер болады. Өрт сөндіруші, полиция, жедел жәрдем. Оларға хабарласу нөмірін есте сақтаңдар. Енді ойланып көріңдер балалар. Ерте заманда адамдардың көлігі қандай болған деп ойлайсыңдар? Ертеде бір жерден екінші жерге қатынау үшін жылқы мінген, өгізді жегіп жер жыртқан. Ертеде адамдар ауыр жүкті өздері жеткізіп берген, барар жерге жаяу барған. Осыдан кейін үй жануарларын пайдалана бастаған. Яғни қазақ халқы түйені, жылқыны көлік қылып, ал үндістер пілді пайдаланған. Шығыс халқы есекті, өгізді көлік қылған. Бірте-бірте кеме ойлап табылды да, онымен теңіз арқылы барар жерге жететін болды. Жүк тасу үшін арбаны ойлап тапты. Қалай ойлайсыңдар? Ертедегі көлік түрлері бүгінгі тұрмыста қолданыла ма? Дұрыс айтасыңдар. Қазір кезде олардың маңызы төмендеді. Қазір көліктің түрі көп. Олардың бірнеше топқа бөлуге болады. Олар тиімді жұмыс жасайды. Бұл өзгеріс адамның жеткен жетістігінің бірі деп айтсақ артық болмайды. Егер көлікте өте көп адам болатын болса, ондай көлікті қоғамдық көлік дейді. Қоғамдық көліктердің ішінде ең көп тарағаны автобус. Балалар, автобуспен жүріп тұрудың тәртіп ережелерін құрастырып көрейік. Ол үшін көріп тұрған жадынаманы пайдаланып көріңдер. Ал қазіргі таңда Алматыда жаңа көлік метро жұмыс істейді. Ол өте жылдам, ыңғайлы көлік түрі. Ендеше балалар, сабағымызды аяқтай келе, ертедегі және бүгінгі күннің көлік түрлерінің өзгеру себебі неде деп ойлайсыңдар? Осы сұраққа ойланып жауап беріп, дәптерге жазамыз. Сабағымызды қорытсақ, сендер көлік түрлерімен танысып, оның адамдарға қандай пайдасы барын білдіңдер. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды, сау болыңдар.